партнерлар, сіздер қалай заказдарыңыз қайда екен көруді үйретейін. Өз кабинетіңізге кіресіз, именно заказ берген может партнердің, сосын магазинге басасыздар. Магазинге басқан соң мына жерде мен оң жағыңызда мынандай міне история заказов деген бар, отслеживание деген бар. Отслеживание басыңыз. Если мына жерде не указано, история заказовқа кіресіздер. И мына жерде на год деп басасыз ба, соны на год деп басасыз ба, или на месяц дейсіз ба, көресіз. Көрдіңіз бе, міне тұр. Заказ мне кетті. Енді қай офисқа кетті, может быть, білмейсіз ғой, мысалы, иә, мынаны F-ті басқасаңыз, мәлімет шығады не. Қайсы қалаға, кімнің атына, міне қашан кеткенін бәрін білуге болады. Если вообще ол немеңіз табылмай жатсаңыз, мынаны тіркейсіз, копировать етесіздер де. Міне номер заказ деген осы F деген. Сосын міне служба, көрдіңіз бе, астыңызда служба поддержки деген бар. Ата мен докқа басасыздар. И статус заказа көріп тұрсыздар ма? Сосын жәнегіні вставляете. Проверить заказ деп басасыз. Вот. Готовится к выброске на складе дейді. Ал, посмотреть DPD. Сосын мына жерде шыға келеді. Так как мына әлі жібердім жоқ, ештеңке жоқ. Мына жерде сразу шығады. Доставка такого-то числа деп бәрін көресіздер. Сәттілік сіздерге.